Бәріне сәлем, мен есімім Жанар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгінгі видеода сіздерге өзімнің жаңа үйіме алған ыдыстарды көрсететін боламын. Жаңа үйге көшкендіктен ең бірінші қонақ күтемін деген оймен қонақ күтетін ыдыстарымның барлығын жаңартқан болатынмын. Ең бірінші бұл ыдыстарды мен Instagram парақшаларынан көрген болатынмын. Өзіме ұнайды деген ыдыстардың барлығын суретін сақтап, кейін базардан алған болатынмын. Бұл фруктовница, осында екі жерге алдым. Әдейі үлкенірегін алдым, чтобы екі жерге әдемі қылып қойғанға. Ал келесі ыдыс, бұл жерде конфетница. Бұл конфетницаны мен осы фруктовницаға пар қылып алдым. Үш тогын алдым, үш жерге конфет қойғанға. Бұның үстіне конфеттен бөлек жаңағыда ягодаларды қойса болады, жаңа көрсеттім ғой. Сол сияқты жаздың күндері клубника, персик қойып қойса болады, немесе только конфет қойса да болады деп осыны алдым. Келесі ыдыс, бұл бауырсаққа арналған ыдыс. Осындай ақ түсте 2-3 тогынан алдым, екі жерге қойғанға. Бауырсақ немесе нан қойса болады, немесе фрукт қойып қойса да болады. Келесі кезектегі ыдыс, бұл овальный тарелка, сухой закускалар салғанға, ішіне салат салса да болады, немесе пирожный салып қойса болады деп осындай 3 тогынан алдым. Келесі кезектегі бұл тарелка көк түсте, өте ауыр, сапасы жақсы. Бұл тарелканы маған жаңа жылда құрбым сыйлаған болатын. Бұл жерге ыстық тамақ немесе фруктовый нарезка салып қойса болады. Ал келесі тарелка бұл осындай мұз секілді ыдыс, овальный тарелка. Бұл жерге суреттегендей фруктылар қойса болады, мясной нарезка қойса болады, самсалар тізіп қойса болады, немесе пирожныйлар қойса болады. Өте әдемі, өте ұнайды өзіме осы ыдыс. Ал келесі ыдыс, бізде осындай әдемі тарелкалар. Бұл жерге салат салса болады, үлкеніне конфет салса да болады, варенье салса да болады. Но салат салғанда өте әдемі тұрады. Осындай 3 штук шығады, 2 коробкасын алдым. Келесі кезекте менде осындай вареница. Бұл вареницаны осындай 2 штук. Маған бұны қайсы сіңілім сыйлаған болатын. Осындай әдемі. Ішіне варенье салса да болады, кремдер салып қойса болады, неше түрлі. Қазір орехтарды салатын болыпты осындай креманка ыдыстарға. Ұнап тұр осы ыдыс, тағы да 2 ма, тағы да 4 ма алып алу керек болып тұр. Ал келесі ыдыс, менде осындай стакан, фужер. Тоже Инстаграмнан көріп, осындай алғым келіп жүрген, базардан таптым. Өте әдемі, биік, столда да әдемі тұрады. Ал күнделіктіге қолданғанға, кухняға осындай стакан алдым. Өте ұнады түрі, эстетичный. Артық ештеңкесі жоқ, су ішкенге, сок ішкенге өте ыңғайлы екен.
Ал келесі ыдыс осындай әдемі холодница. Бұл менің ыдысым емес, бұл мамамның ыдысы. Алдында қонақ күтемін деп мамамнан біраз ыдыс алған болатынмын. Сол сіздерге көрсетейін деген өте әдемі ыдыс. Енді маған осындай ыдыстар алу керек. Высокий, үстіне холодный закускалар салатын, немесе нарезка жасап қойса да болады. Енді осындай посуда алу керек маған. Әйнек ыдыстарды көрсетіп біттім. Енді сіздерге ағаштан жасалған ыдыстарымды көрсетейін. Бұл жерде BI Group біз үй алған кезде подаркке берген болатын осындай ағаш астау. Өте әдемі. BI Group деген астында жазу бар. Өте сапалы осындай ағаш астау сыйлаған болатын бізге. Және де келесі ағаш өнімдерінен жасалған ыдыс аяқ. Бұл осындай ұзын тарелка. Бұл жерге мен самса қоямын деп алған болатынмын. Бірақ самсадан бөлек басқа да заттар сала берсе болады. Мысалға құрт қойса болады, құрт, жент, ірімшік қойып қойса болады. Наурызда стол жасаған кезде өте әдемі болып тұрады екен. Келесі кезектегі ағаш ыдыс. Бұл сырная нарезка салатын ыдыс. Бұл ыдысты маған туған күніме коллективімдағы қыздар сыйлаған болатын. Тоже өте әдемі, необычный. Бұл жерге көп тұрғандарыңыздай сырный нарезка қойылға болады. Сырдан бөлек жағындай басқа да нарезкаларды қойса болады, мен ойымша. Фруктыларды да қойуға болатын сияқты. Фотода көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі қылып сырный нарезка жасап қойса болады екен. Бірақ мен стол жасағанда бұл тарелканы әлі қолданған жоқпын, бірақ болашақта қолданып көргім келіп тұр. Ал кухняға осындай тарелкалар алдым, күнделікті қолданғанға. Тарелкасы бар, кружкасы бар. Кухняға қолданғанға өте әдемі. Ал келесі кезекте менде Каспийдан заказ берген товарым келіп жатыр. Сіздерге көрсете кетейін. Бұл жерде салфетка, яғни тарелканың астында тұратын салфетка, және де свеча мен подсвечнигі. Қазір сіздермен бірге ашып көрейін. Свечасын өте жақсы орап берген екен. Подсвечниктің да сапасы өте жақсы екен. Бір түрін ғана заказ берген. Бір коробканың ішінен 3 шығады екен. Енді тағы да 3 заказ беру керек болып тұр. Өйткені 2 жерге қойғанға. Бір жерге ғана қойса, онша әдемі емес болып қалатын сияқты. И соңғы кезекте осындай салфетка, тарелканың астына қоятын сервировочный салфетки деп аталады ғой. 7 штугынан ғана заказ бердім. Келесі жолы тағы да көбірек заказ беру керек. Қазір осы заттармен сіздерге кішігірім дастархан жасап көрейін, столда қалай тұратынын. Осымен видеомды аяқтаймын. Сіздерге менің ыдыстарым ұнады ма? Егер ұнаған болса, комментарий жаза кетіңіздер. Және де қандай ыдыстар тағы да жетпей тұр. Сіз қандай ыдыс алатын едіңіз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Келесі видеода қонақ күтіп осылай дастархан жасайтын боламыз. Сол жөнінде сіздерге видео түсіретін болам. Егер қызық болса, келесі видеомды күтіңіздер. Және де арнама тіркеліп кетіңіздер. Келесі жолы қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Ал ендеше келесі видеода кездескенше баршаңызға сау болыңыздар.